Кімді кінәласаңыз, соған билікті беріп қоясыз. Винни Дийер. Кез келген кедергіге қалай төтеп беруге болады? Мемлекет емес, жағдайлар емес, серіктесіміз емес, тәрбиеміз емес, денсаулығымыз емес, қаржылық жағдайымыз емес, өз өмірімізге тек өзіміз жауапты екенімізді түсінген жағдайда ғана байлыққа қол жеткіземіз. Тоқтай тұрыңыз, ал аурулар ше, тағдырдың соққылары ше, мені алдап кетсе ше, басқа біреудің кінәсінен бақытсыз жағдайға ұшырасам ше, барлық жағдайда шын мәнінде біз жауаптымыз ба деуіңіз мүмкін. Сіздің тұрақта тұрған автомобиліңізді кенеттен біреу келіп соқты деп елестетіңізші. Сіз бұған кінәлісіз бе? Сіз біреудің әрекетіне жауапты емессіз, алайда өзіңіздің оған қарсы әрекетіңізге жауап бересіз. Сіз әрине барлық жағдайға жауапты емессіз. Дегенмен, сіз оқиғаның өрбуіне және оған көзқарасыңызға жауаптысыз. Жауапкершілік. Кейде бізге физикалық не экономикалық залал келтіретін немесе бізді мазалайтын жағдайлар болып жатады. Алайда жағдайдың болғаны емес, оның бізге әсері маңызды. Не болған жағдайда да бұның бізге әсері туралы өзіміз шешім қабылдаймыз. Апельсинді елестетіп көріңізші. Мен оны сықсам не болады? Ақымақ сұрақ. Әрине апельсин шырыны болады. Дейсіз сіз. Дұрыс. Егер мен сол апельсинді мыжысам не болады? Апельсин шырыны әрине. Оны қабырғаға ұрсам ше, тағы да апельсин шырыны. Апельсин мен не істесем де менің әрекетіме жауапты емес. Бірақ ол өзінен шыққан нәрсеге жауапты. Бізде сол сияқты өзімізден шыққан нәрсеге, көзқарасымызға және жағдайды қалай қабылдайтынымызға жауаптымыз. Жауапты болу дегеніміз кез келген жағдайда жақсы жағынан жауап беру деген сөз. Біз әрдайым өз әсеріміз бен интерпретацияларымызға жауаптымыз. Біз өз реакцияларымызды билей аламыз, сондықтан да біз олар үшін жауаптымыз. Әсіресе біз таңдаған реакция нашар болса, дауды басқа біреу бастады екен деп даурығып дауласу ақымақтық. Бізді шағып алған улы жыланның артынан қуалаудың қажеті жоқ. Ол ағзамызға удың тез тарап кетуіне әкеледі. Одан да оның алдын алу шараларын қолданған дұрыс. Дауласпас бұрын оқиғаға қандай көзқараста екенімізді айқындап алғанымыз жөн. Өзімізден серіктесіміздің бізге қай қылығымен жақпай қалғандығы туралы сұрауымыз керек. Біздің реакциямыз оқиғаға жауап болмақ. Міне, тап осы реакция үшін біз жауапкершілік аламыз. Ағылшынша жауапкершілік дегеніміз респон жауап, сибилити икем ептілік. Яғни ағылшыннан аударғанда бұл сөз икемді епті жауап дегенді білдіреді. Дауға даумен, арандатуға соғыспен жауап беру тиімді шешім емес. Адамдардың көпшілігі жауапкершіліктен қашады. Біз ұдайы бұның 3 себебін естиміз. Бірінші, гендер кінәлі, яғни ген кінәлі дейміз. Екінші, ата-ана кінәлі, үшінші, ортасы кінәлі. Бір жігіт 2 рет адам өлтірген. Журналистер оның өмірі жасаған қылмыстары туралы сұрағанда, ол тұрмысы төмен отбасында өскенін айтқан. Көзін ашқалы әкесінің үнемі мас болғанын, шешесін ұдайы соққыға жыққанын көрген екен. Олар әкесінің ұрлық жасап тапқан табысымен күн көріпті. 6 жасқа толысымен бұл жігітке ұрлық жасай бастайды. Біреуді өлтіргісі келгені үшін түрмеге түсіп, одан шыққан соң тағы 2 адамды өлтірген. Ол осындай ортада өмір сүріп, менің басқаша болуы мүмкін бе еді деп аяқтапты сөзін. Алайда бұл жігіттің егіз сыңары болыпты. Журналистер бұл туралы білгесін бірден одан сұхбат алуға барғанда таң қалыпты. Ол сыңарының мүлдем кереғар түрі екен. Ол атақты адвокат, муниципалитет пен шіркеу кеңесіне сайланған беделді адам екен. Үйленген, 2 баланы тәрбиелеп отырған бақытты отбасының отағасы. Журналистер не ойларын білмей дал болады. Оның өмірі туралы сұрағанда сыңары әңгімелеп берген оқиғаларды айтып береді. Сөзінің аяғында өмір бойы осындай өмірді көріп, ол өмір жолының қайда апаратынын біле отырып, басқа жолды таңдау мүмкін емес еді деген екен. Сол ген, сол ата-ана, сол тәрбие, сол орта.
бірақ басқаша интерпретация және мүлде басқа реакция. Қалайша бір жағдайда өскен екі адам екі өмір жолын таңдаған. Мүмкін екеуіне де ықпал еткен адам болған шығар. Мүмкін бірі оны тыңдап, екіншісі тыңдамаған болар. Мүмкін екеуі де бір кітапты оқыған шығар. Біреуі кітапты ары қарай жалғастырып, екіншісі орта жолда тастап кеткен шығар. Мүмкін біз оны білмейміз. Бірақ қалай болғанда да екеуі екі бағытта дамығаны анық. Біз тағдырымыз ұсынған бүкіл жағдайға жауаптымыз. Оқиғаларға қандай көзқараста болатынымыз, оған реакциямыз тек бізге ғана байланысты. Бүгін барлық адамның ақшасын алып қойды деп елестетіңіз. Сосын бәріне 5000 евро таратып берді делік. Әрі қарай не болады деп ойлайсыз? Кешке дейін кейбірінің қалтасына 3000 евродан кем қалады. Ал кейбірі осы ақшаны өсіріп үлгереді. Бірнеше аптадан кейін тағы байлар мен кедейлер пайда болады. Зерттеушілердің пікірінше, шамамен 1 жылдан кейін ақша тағы осылай таратылады. Осы кітапқа қалай жауап берер едіңіз? Жауапкершілік туралы айтқан екенбіз, ендеше мен осы кітапта жазғандарым үшін жауапкершілік алам. Ал сіз осы кітаптан алған мәліметіңіз үшін жауаптысыз. Мен үнемі менің семинарларымнан кейін өз табыстарын ұлғайтқан адамдарға куә боламын. Кейбірінің табысы тіпті 2 есеге өскен, көпшілігі табыстарының 20% үнемдей бастаған. Сол арқылы өздерінің жағдайын көтеріп алған. Көпшілігі спортпен шұғылдана бастаған. Дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстануды әдетке айналдырған. Олар күнделікті 15 минуттарын медитацияға арнап, оны әдетке айналдыру арқылы күйзелістен арылған. Бізге семинарымызға қатысқан адамдар хабарласып, бірнеше жыл бойы өздерінің капиталдарына салған табыстарынан 12-ден 20%-ға дейін өсім алып отырғандарын айтады. Әсіресе маған адамдардың ақшаға деген көзқарасын өзгертіп, қайырымды істер жасай бастағаны ұнайды. Олардың нағыз ләззатқа бөленген дауыстарын естісеңіздер ғой, адамдар қарыздарынан құтылып, қосымша табыс таба бастаған. Көпшілігі ақшаны жақсы көріп, одан ләззат ала бастаған. Дегенмен менің семинарыма қатысқанымен ешқандай нәтижеге жетпеген адамдар да бар. Мүмкін олар мен сиқырлы таяқшамен сілтеп қалып, олардың өмірлерін өзгертіп, үйлерін алтынға толтырып тастаймын деп күткен шығар. Басқалар кінәлі. Жақында мен 3 жыл бұрын менің қаржылық табыстың шыңына жарып шығу атты семинарыма қатысқан жігітті кездестірдім. Ол маған көмектеспеді. Сіздің айтқандарыңыз маған көмектеспеді деген сөздермен қарсы алды. Мен торығып қалдым, өйткені мен шын жүректен адамдарда оң өзгеріс болғанын қалаймын. Дегенмен әлгі жігіттің ары қарай не дегеніне құлақ салыңыз. Басында бәрі тамаша болды. Бірінші жылақ мен 27 000 евроға артық табыс таптым және оның 25%-ын үнемдедім. Екінші жылы менің 65 000 евро активтерім болды және барлық қарыздарымнан құтылдым. Мен екі досыммен бірге сіз ұсынғандай сақтандырғыш клуб аштық. Біз оған бірлесе отырып ақша салдық та үстінен 17,3% пайда түсіріп отырдық. Бірақ бәрі тоқтады. Мен үнемдеуді тоқтаттым. Үнемдеген ақшаны қайда жібергенімізді білесіз бе? Ол сыртта есіктің алдында тұр. Таңғажайып Порше. Бұл жігіт көзқарасын өзгерткен. Ол 2 жыл бойы өз табысын бақылауда ұстап, тұрмысын көтере бастаған. Менің тәсілімнің оған көмектескеніне көзі жеткен, алайда кейін ол өзіне автомобиль алу үшін алтын жұмыртқа тауып беріп отырған тауығын сойып тастаған. Және ол үшін әрине өзін кінәлі санап тұрған жоқ. Ол үшін кім жауапты? Өз кінәсін біреуге жаба салу дұрыс па? Бұл жерден шығатын тұжырым, кімді кінәласаңыз соған билікті беріп қоясыз. Басқаларға кінә артқан өте жеңіл. Өзіміз жап-жақсы болып отырамыз. Менің табысқа жете алмауыма фирма кінәлі, менің серіктесім кінәлі, денсаулығым жоқ, тағысын тағылар. Сіз фирманың, серіктесіңіздің не денсаулығыңыздың сізден үстем болғанын қалайсыз ба? Ұмытпаңыз, кінә артқан адамыңыз сізден үстем деген сөз. Осы себептен мен кінәмді мойныма аламын. Мен өз өміріме өзім билік жүргізгім келеді.
Қателіктер мен олардың салдары. Өткен өмірімізде қателіктер жіберсек, не істеу қажет? Осы шаққа ықпалын тигізіп жатқан өткен шақтағы оқиғалардан мысал келтірейік. Ер азамат ажырасып, алимент төлейді, немесе кейбіреулер денсаулығын құртып, диетада отыруға мәжбүр. Енді біреу белшесінен қарызға батып, сот алдында өзінің мүлкі туралы мәлімет беруге мәжбүр. Үшінші біреу қылмыс жасап, түрмеде отыр. Біз қандай әрекет жасайтынымызды өзіміз шешеміз, сондықтан да оның салдарына жауаптымыз. Таяқтың бір ұшын көтерген адам екінші ұшын да көтереді. Бұл өз өмірімізге тек өзіміз ғана жауаптымыз деген сөз. Олай болса, өткен шақтағы қателіктерді қайтпекпіз. Біз өз қателіктерімізді жиі бақылай алмай қаламыз. Бұл бар кінәні өткен шаққа бұра салу деген сөз емес. Біз осы қателіктеріміздің салдарына интерпретациямыз бен реакциямызға жауапкершілік алуымыз қажет. Қателіктердің салдарына реакциямыз осы шақтағы өмірімізге ықпал етеді. Болашағымызды өз билігімізге аламыз ба, әлде қателіктеріміз бен олардың салдары бізге билік жүргізе ме? Сол маңызды. Барлық негативті эмоциялар біз өз өмірімізге жауапкершілік алған сәтте күшін жоғалтады. Сіз өз болашағыңызды өзіңіз жасай аласыз. Болашаққа дайындықтың ең керемет жолы оны өзің жасау. Болашағыңызды жасай алатыныңызға сенбейсіз бе? Онда сіз де 10 жылдан кейінгі мүмкіндіктерін жете түсінбейтін көп адамның бірісіз. Біздің өз болашағымызды өзіміз жасай алатынымызды ұғыну өткен шақтан бастау алады. Өткеніміздегі өзгерістерді білуден басталады. Біз кішкентай өзгерістерді байқай бермейміз, әдетте оған назар аудармай маңызын түсіне бермейміз. Өзіңізге 10 жыл бұрын қайда болдым деп сұрақ қойыңызшы. Адам ретінде, тұлға ретінде, маман ретінде, серіктес ретінде қандай болдыңыз? Сіздің тәжірибеңіз, мақсаттарыңыз, ноу-хауыңыз қандай болды? Адамдармен қарым-қатынасыңыз, қаржылық жағдайыңыз қандай болды? Осы сұрақтарға жазбаша жауап беріңізші. Осы туралы нақты ойланған сайын жауапкершіліктің бәрі тек сізде екенін түсінесіз. Өз-өзіңізге деген жаңа сенім пайда болады. Осы 10 жылдықта осынша өзгерістерге қол жеткізсеңіз, келесі 10 жылдықта сізді қандай мүмкіндіктер күтіп тұр? 10 жыл бұрын тап қазіргідей болам деп ойладыңыз ба? Өткен шақтағы қандай шешіміңіз қазіргі жағдайыңызға әсер етті деп ойлайсыз? Ол шешімдерді қабылдаған сіз. Қандай жетістікке жететініңізді өзіңіз шештіңіз. Сіз оны бақылап отырдыңыз. Барлығы сіздің өз қолыңызда. Сіз 10 жылды 7 жылға қысқарта аласыз. Сіз енді 7 жылдан кейін кім болғыңыз келетінін, неге қол жеткіңіз келетінін шеше аласыз. Сіз немен айналысасыз? Бәрін жіті көзіңізге елестетіңіз. Осы кітаппен мұқият жұмыс істеңіз. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Бұл елес шынайы өмірге айналуы мүмкін бе? Бұл сенімді өткен өміріңізден алыңыз. Өткен шақтағы позитивті шақтарыңыз бен жетістіктеріңізді есіңізде сақтап жазып қойыңыз. Осы арқылы сіз оларды терең ұғынып өзіңізге бекіте түсесіз. Негізгі идеялар. Сіз өміріңіздегі барлық жағдайға жауапкершілік ала алмайсыз. Алайда сіз ол жағдайды қалай қабылдайтыныңызға және оған реакцияңыздың қандай болатынына жауаптысыз. Кімге кінә артсаңыз, соған билікті беріп қоясыз. Сіздің кешегі шешіміңіз бүгініңізді айқындайды. Бүгінгі шешіміңіз ертеңіңізді айқындайды. Сіздің қалауларыңыз келесі өміріңіздің хабаршысы сияқты. Біз не қалайтынымызды өзіміз шешеміз. Сол арқылы болашағымызды айқындаймыз. Бақылау аясын кеңейтуге арналған 4 мүмкіндік бар. Өз комфорт аймағыңыздан шығыңыз. Екінші, проблемаларды даму үшін берілген шанс деп қабылдаңыз және өзіңізге мен бұл проблеманы мені кейін мазаламайтындай етіп қалай шеше аламын деп сұрақ қойыңыз. Үшінші, өзіңізге дұрыс сұрақ қоя біліңіз. Төртінші, жеке универсумыңызды кеңейтіңіз. Сол арқылы бақылау салаңызды кеңейте аласыз. Қартайған шағыңызда жасамаған әрекеттеріңіз үшін ғана өкінесіз. Жауапкершіліксіз өмір сүру дегеніміз өз өмірінің құрбаны болу деген сөз. Бұл басқа адамдардың ережесімен өмір сүру деген сөз. Барлық жағымсыз эмоциялар біз жауапкершілікті өз мойнымызға алғанда күшін жояды. 7 жылдан кейін сіздің қанша ақшаңыз болатынына сіз және тек қана сіз жауаптысыз.